Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, әдебиеттегі ана бейнесін суреттеуші. Ұлпан романы заңғар жазушының кесек шығармаларының бірі. Ғабит Мүсірепов әр кезеңде жазылған ана тақырыбындағы туындыларында қазақ әйелдерінің жиынтық бейнесін жасады. Көптеген әңгіме, новеллаларында әйел аналардың беделін арттырып, әлем әдебиетінде аналар галереясын қалыптастырды. Осы шығармаларының ішінде шоқтығы биік шығармаларының бірі Ұлпан романы. Ұлпан романы жазушының 1974 жылы жазылған тарихи туындыларының бірі. Шығарманың оқиғасы 19 ғасырда қазақ даласында болған тарихи шындықтарға негізделген. Романдағы бас кейіпкер Есеней қалың керей уақтың билігіне қолына мықтап ұстап, аузын дуалы биі, атақты байы. Ол Шыңғыспен партиялық сайлауда таласса, тең түсетін өткір сөзді, алып денелі, қара нар іспеттес қайраткер, жасында жауынгер, найзагер батырда болған. Кенесарының қалың қолымен кескілескен ұрыста ерлік көрсеткен, 200 сарбазын тұтқындап стапқа өткізген, кейін жараланып, орыс қазақтары дәрігерлерінің көмегімен ажалдан аман қалған. Ол қалың жылқысын өзінің жауынгер досы, бүгінде аяқ қолы топ болып қалған Артықбай батырдың жайылымына байқамай қаптата жайып келе жатқанда, оның алдынан ерекше киінген кесек тұлғалы батырдың қызы Ұлпан қарсы шығып, Есенейді еселі сөзбен жеңіп, айып төлетеді. Ол бұдан 13 жыл бұрынғы әкесі Артықбай батырдың үйінде Есеней намаз оқып отырғанда еркелеп мойнына асылып, «Мен түйеге мініп кеттім, әке, сен үйде қалдың» деп маза бермейтін қара қыз. Бүгінде аңшы, құсбегі, жылқышы болып ат құлағында ойнап өскен батыр қыз. Оның 2 баласы бір күнде шешектен өлген. Бүгінде 50-ден асып ел ағасы болған еңсегей бойлы Есеней бір балаға зар болып жүріп, өзінен 40 жас кіші қара торы өткір қыз Ұлпанға ғашық болады. Ұлпанды екінші әйелдікке алады. Айналасы 10-15 жылда Ұлпан дүйім елді билейтін ақылды ана болады. Бүкіл Торғай уезіне Есенейдің аты Ұлпанның атымен қатар жайылады. Ұлпанның шалы Есеней 9 жыл топ болып жатып қайтыс болады. Одан қалған жалғыз қызы Біжікенді Ұлпан Торсан деген пысық жігітке үйлендіріп, қолына күшік күйеу етіп енгізіп алады. Ол Есенейден қалған мал мүлікті пайдаланып, ағайын туыстарымен араздасып, Ұлпанды отырса опақ, тұрса сопақ етеді. Қорлыққа шыдай алмаған ер мінезі Ұлпан маған көрсеткен қорлықтарын өз басыңа келсін деп қарғап, бір түнде у ішіп өледі. Ел анасы болған Ұлпанның қарғысына ұшыраған Торсанның үлкен ұлы Шоқан болыс әкесінің зұлымдығына шыдай алмай, өзіне өзі пышақ салып өледі. 1920 жылы кеңес үкіметі кезінде Торсан өліп, балалары қаңғып кете барады да, Торсанның шаңырағы шайқалып ортасына түседі. Ұлпан өлгеніне 75 жыл болған нағашы атасы Сырым батырға әнші, күйші, домбырашы, палуан, атбегі адамдарын ертіп, сыр бойындағы айғыр, үйір, жылқы айдап барып, аза тұтып, асын бергізеді. Осы астан кейін 25 жыл өткенде, Орынбор Ташкент темір жол салынған кезде, Ұлпан ас берген көл жағасынан өткен темір жол станциясының аты Ұлпан атайды. Романның ерекшеліктерінің бірі қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысы, әдет-ғұрпы, барымта, қалың мал беріп, қыз айттыру, бай мен кедей арасындағы, ел арасындағы дауы, жесір дауы, кең көлемде сөз болуы. Құрметті кітап сүйер қауым, Шерхан Мұртаз атамыз мәдениеттің мәйегі кітап деп айтқандай, осы Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романын оқуға кеңес беремін.